Өзіміздің тойымызға асабаны қалай таңдаймыз? Жастар көбіне көңілді өткізгенін қалайды, ал егерде сіздің қонақтарыңыздың көп бөлігі үлкен кісілер, немесе жаңағы сіз егерде сіз қызметте жүрген кісі болсаңыз, немесе мынау өзіңіздің араласатын ортаңыз қандай орта, соның тілмен сөйлейтін асаба тапқаныңыз дұрыс болады. Яғни асаба ол дикциясы ең бірінші кезекте таза болу керек. Яғни сөйлеген кезде әрбір әрпі, әрбір жаңағы сөзді жеткізген кезде ол барлық жерге естіліп тұратындай таза сөйлеуі өте маңызды. Одан кейін асабаның жаңағы түр келбеті дейміз, бойы дейміз. Бұл жерде де сахна әдемілікті сүйетінін ұмытпауымыз керек. Тойда қазақтың қазынасы болғандықтан сахна болып есептеледі, ол жерге де әдемілік талап ететінін ұмытпауымыз жөн. Одан кейінгі біздің мән беретініміз бұл асабаның жүргізуі. Жүргізуді ұмытпаймыз, халқымыз қандай, соның көңіл күйіне байланысты жүргізушіні де таңдауымыз керек.